Ақындар сахнаңда сайрасын дәл, басыңнан өтті талай бай ғасырлар. Алла деп аламанды біз бастайық, алағайын орынға жайғасыңдар. Әуелетіп ән салсаң әсетсіңдер, сызылып шырқағанда майрасыңдар. Жүзіңді бір көрмесек сағынамыз, біз мәжүнім болғанда ләйләсіңдер. Осылай ұлыларын ұлықтаған Баянтау қазақ үшін айнасыңдар. Мәртебесі ешқашан төмендемес, мәшһүрдің жерлестері қайдасыңдар. Ай, Баянауыл беделің биік неткен, бабалары батыр боп шейіт кеткен. Қыздарын қыз жібектей қылық еткен, ұлдарын олжабайдай иық еткен. Баянның топырағы бақытты ғой, баурайына Мәшекең сыйып кеткен. Баянның сулары да бақытты ғой, Мәшекеңнің алақаны тиіп кеткен. Баянның желдері де бақытты ғой, мәшһүрдің дидарына тиіп кеткен. Жаратқанда жомарт қой, осы өлкеге жақсыменен жайсаңды үйіп төккен. Баянның абыройын таулар емес, таудан биік ұлдары биіктеткен. Ау, Құдайдың құлақ қойып тыйымына, дүниенің қызықпаған бұйымына, еске алып Мәшекеңдей төл перзентін ескелді жасап жатыр сұйылына. Ағайын мына тойда кім жоқ дейсің, қарасаң талар көздің қиығыда. Жюриде 2 депутат ағам отыр, мүше боп қазылардың ұйымына. Оң жағым, сол жағымда Әужекеңдей ағам отыр, халықтың жүгін артқан иығына. Қасымдағы Бегарыс ағамда депутат қой, қарсыластың тап болдым қиынына. 4 бірдей депутатың келген екен, бүгінгі ескелдінің қиырына. Ағайын бір нәрсені түсінбеймін, ойымның шашырадау қиюы да. Бұл өзі Мәшекеңнің асым әлде, жоқ әлде мәжілістің жиыны ма? Қолдаса Мәшекеңді дәйім жұрты, қонаққа көрсететін дайын ғұрпы. 4 бірдей депутатты көрген кезде, төбемнен сейілмеді уайым бұлты. 4 бірдей депутатын қысқан кезде, қай жеріңнен келеді ойын күлкі. Жөңкеліп Сарыарқада айқаяқы сабылысқан, алталаш осы жаққа ағылысқан. Деген ғой той Құдайдың қазынасы, әр қазақ дәмелі ғой сол ырыстан. Есті жұртпен шіркін ай қандай жақсы, ескелдінің төрінде жолы қысқан. Біздерде жан сүйсінер жаңалық бар, жерім жоқ ол жағынан жаңылысқан. Түркістан төңірегі кеше ғана, су жаңа бір ауылымен толы қысқан. Сол ауылға мәшһүрдің атын бердік, қуанып көңіліміз алып ұшқан. Түмен баптың сәлемін ала келдім, Сарыарқаның жұртына сағынысқан, мәшһүрдің қазақ қордақ екендігін ісімен дәлелдеген облыстан айқаяғы. Еледің Сарыарқаны шарлай берген, Тәңірім керек арыс маңдай берген. Тамсанып осыларға өтсінші деп, ақындарға тақылдатып біздерге таңдай берген. Армысың ақ жаулықты аналарым, бұл тойға ақ тілегін арнай келген. Бармысың ақсақалды қариялар шапанының етегі шалғай келген.
осы той басталады дегеннен ақ білгіштер күн жауат деп болжай берген. Айналдым Ескелдінің ел жұртынан сол сөзді естісе де нанбай келген. Күн түгілі тас шауып кетсе дағы ақындарды осында қолдай келген. Алғысымды айтайын өздеріңе, Алаштың ақындары таңдай келген. Қол соққанға кедергі болады деп, қолдарына қол шатыр алмай келген. Айқаяғы Мәшекең болмаса да білге қаған, қатарынан оқ бойы ілгер адам. Қазақтың әнжіріна, тағдырына алаң боп ерте құлақ түрген адам. Даладан гүл төргендей құмарлықпен қазынаңды түгелдеп жүрген адам. Сөз өлген елдің өзі өлетінін белгілі болып еді бірден оған. Артына өлмейдіғын қат қалдырып, қадырын қара сөздің білген адам. Бұл önde қалың елге мәлім болар, түсінгенге түп түгел тәлім болар. Бай мұрасын сіңірсе атамыздың, жастардың да рухы жалым болар. Ас беріп айтыс жасап жатырсыздар, иншалла ниеттерің қабыл болар. Айтысқа қызмет қылған атамызға айтысып қызмет қылсақ әділ болар. Айқаяғы Куә боп сөзімізге қалқым отыр, той көріп көңілдері шалқып отыр. Дек бірімді алды деп депутаттар рауан бізге кінә артып отыр. Бұл өзі егеменнің журналисі, жүрегің неге бүгін толқып отыр. Журналистен қашушы депутаттар бұл нағып депутаттан қорқып отыр. Қадамыңды отыр ғой бақылап ел, ал енді сөзді жалғап қатыра бер. Төрт депутат қысты деп төрт жағымнан өтірік әңгімеңді сапыра бер. Қысылған адам бұл жерге келмейді ғой, өкініп қанша жерден ақыра бер. Қысылсаң да осында келіпсің ғой, келгеннен соң қысылмай отыра бер. Сағындық қой мәшһүрдей бейнені біз, ол барда биік еді ой көгіміз. Рас мұнда бірнеше депутат жүр, халықтан артық біздің қай жеріміз. Қуаныш қызықта да елмен бірге, сіздерде жұртпен бірге той көріңіз. Бір жағыңда Аманжол Алтайыбың, бір жағыңда Бекарыс Шойбегіңіз. Мәжіліс төрағасы келгеннен соң келіп тұр төтесінен сөйлегіміз. Мәшһүрдей атамыздың құрметіне парламент көшіп келді дей беріңіз. Айқаяғы дастан керек, жалғайтын жолыңызды жастар керек. Депутат пен журналист егіз ұғым, оны да осы жерде растау керек. Екеумізде халыққа қызметкерміз, сондықтан аспау керек, саспау керек. Журналистер депутатты қумау керек, депутат журналисттен қашпау керек. Ескелдінің төрінде ескертейін, ескі Қазақстанды тастау керек. Жұмылып жұрттай болып жұдырықтай, жаңа Қазақстанды бастау керек. Ау жүйріктен жүйрік озар, жар
арысқанда, шал құйрықтың артынан шаң ұшқанда, бек арыстай ағама тап болдым ғой, жүйріксің шабатығын алыстарға. Бірінші курстағы студентім ағасы өзіңменен танысқанда, Арыстан бап елінен келіп тұрған жолықтың бек арыстай арыстанға. Арыстан болмақ түгіл кім болса да, бел будым қарсыластан қалыспауға. Қоянға да қалады қолы жетпей, арыстанның ақылы ауысқанда. Шалқар көлден шабақта бұйырмайды, балықшының қолынан бағышқанда. Сондықтан жарқылдайын, тартынбайын, тұлпардай аттап өтіп ағыстанда. Бір бек арыспен айтысу не тұрады, ұлабай мыңмен жалғыз алысқандай. Ай сөзімнің түсіндірсем мәнім бірден, сыр шертіп сол баяғы сағым күннен, нәпелеп ата-анасы оқытпаса мәшһүрде болмас еді ғалым бірден. Әкесі көпей дейтін сол кісіміз қашанда шариғаттың заңын білген. Адамға білім жолдас болады депті, жұт келіп жұтқан кезде малым бірден. Содан соң Мәшекеңді оқытыпты, ұлынан аямапты барын мүлдем. Баяндағы Байжанның медресесі мақтанар Мәшекеңдей дарындылмен. Одан соң Хамараддин Хазіретке тәлім боп шариғаттың бәрін білген. Көпейдей әкелерім көп болса екен, қашан дүние мен діннің де мәнін білген. 5 жасынан ұлына дінді оқытып, 5 күн жалған өмірдің мәнін білген. Айыл есіп айтыс дейтін көшке балаң, Ескелдінің тойында есте қалам. Ағайын алдарыңа келіп отыр, бек арыстай беделі өскен ағам. Мұхтардың да тұсауын кескен ағам, Аспанбектің де тұсауын кескен ағам. Тұсауын таптамаша кесіп беріп, жолын кесіп, шаруасын шешкен адам. Айтсаң сөз атқан кезде оқ өтпейтін, осы киллер ағама не істей алам. Халықтың мұңы жатыр аспабымда, халықтың жыры жатыр дастанымда. Бек арыспен айтсасың деген кезде талайлардың көрдік қой қашқанында. Қаншама ағаларды қалтыраттың осынау сахнаның асқарында. Аман жолдай ағаммен шайқастың ғой, айтсын халықтаған асқарында. Ағасы мына сені түсінбедім, енді ауыз салыпсың жастарыңға. Осынау ағамызды түсінбедім, бұл сенің асқаның ба, сасқаның ба. Ірілердің барлығын қырып жойып, інілерге көз сала бастадың ба? Немене айтып кеттің інім менің, сен немене көз салар сұлу медің? Негізі мен жалпы адам таңдамаймын, жей беремін аузыма ілінгенін. Інім ау, жан емессің тобан аяқ, ағаңнан қорықтың ба зәредей-ақ. Ағаңмен аласұрмай айтса бір, өзіңді ұлабайға теңемей-ақ. Жігіттің жігіттігі елде болар, ақынның алтын басы төрде болар. Арыстан қоянды айттың, балықты айттың, сөзіңнен түк таппадым, жөнге жарар. Қулығыңды асырам демей-ақ қой, сендегі жаман ақыл менде де бар. Талпынса қалмайды ғой өспей адам, талпынса қалмайды ғой өспей адам. Сен емессің жанымнан көшкен адам, не істей алам деймісің бұл ағаңа? Қосылып өзіңменен көшке барам. Бұйырса осы айтыстан бірге қайтып, Астанаға шамамен кешке барам.
Есілдің жағасына жеткен кезде дәл осы сөздеріңді еске салам. Есілдің жағасында жасамасам, ескелді де мен бұған не істей алам, айғай ағау. Ай, ай. Үміт қып жая астаулардан, рауан егеменге жастау барған. Бұл қазір ол жерден де қашып кеткен. Ол жерде қатал тәртіп басталғаннан, газетте бұдан әбден күйген шығар. Қалмайтын айтыстар мен дастандардан, апта сайын айтыспен, аспенен тойға барып, қазынаның қаржысын шашқандардан. Ағайын, сізбен бізге қорқу керек. Білдірмей алты қырдан асқандардан, егемен Қазақстан газетімен, Қазақстаннан білдірмей қашқандардан, айғай ағау. Ай, ай. Ай, бәрекелді, рахмет ақындарға. Қошемет ардақтағайын, осы жерден түйіндейік. Уақытқа бағынайық.